достар, бүгінгі сабақта сіздерге арнайы осындай Яндекс переводчик жазып алып, Пендудоға, именно поисковикке сразу қытайша қалай жазу екенін көрсетейін. Ең алдымен App Storeға немесе Play Marketке кіріп, осыны скачать етесіздер. Одан кейін установка жасаған соң, оны ашып қосасыздар и Пендудоға кіресіздер. Поисковикке кіргеннен кейін мына белгіні басамыз. Менде я клавиатура таңдап тұр. Енді одан кейін мынау переводчиктің несін басып, мына жерден басқаннан кейін мына мен китайский таңдадым, орысшаны таңдадым. Енді осы жерге жазамыз. Женская одежда. Үстін қарасаңыздар, сразу қытайша ол жерден жазылып тұр бізге. Енді лупаны басып, поисковикке міне шықты, мына жерден сразу женский киімдер шықты. Тура осылай переводчиксіз, именно осы клавиатура арқылы осылай керек товарды іздесеңіздер болады.